сәлеметсіздер ме алтын сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен ревью юнит 2 тақырып бойынша берілген сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 30 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Яғни бұл жерде екінші тарауды қайталау. The exercise 1. Complete the sentences with the correct form of the verbs of the words in the box. Яғни мына жоғарыда берген сөздердің мағынасына сәйкес төмендегі сөйлемдерге бөліп жазуымыз қажет. The first, there are about 500 million people in the European Union. Яғни Европалық одақта 500 миллион адам бар. The second, Seattle and Los Angeles are cities in the west of the USA. Яғни Сиэтл және де Лос-Анджелес қалалары бұл ақш-тың батысында орналасқан қалалар. The third, there are 4 countries in the United Kingdom. Біріккен Әмірлікте 4 ел бар. The fourth, there are people of 179 different nationalities living in London. Яғни Лондонда 1179 әртүрлі ұлттың адамдары өмір сүреді. The fifth, there are 20 children in our class. Біздің сыныпта 20 бала бар. The sixth, there are classes in French and Spanish in my school. Менің мектебімде француз және де испан тілдерінің үйірмелері бар. The seventh, the population of London is more than 7.5 million. Яғни Лондонның халық саны 7,5 миллион. Now exercise 2. Match the verbs in the box with the words 1 to 8. Яғни жоғарыдағы етістіктерді мағынасындағы сәйкес бөліп жазуымыз қажет, сөз тіркестерін құрастырып. For example, have lunch, түстену, speak Spanish, испан тілінде сөйлеу, watch TV, теледидар көру, go to bed, ұйықтау, tidy my room, бөлмемді жинау, work in factory, фабрикада жұмыс жасау, cook dinner, кешкі ас пісіру, start school, яғни мектепке бару, do the washing up, ыдышу, set the table, дастархан жаю деген сияқты сөз тіркестер шықты. Now exercise 3, complete the sentences with the affirmative or negative forms of the verbs in exercise 2. Яғни енді екінші жаттығудағы етістіктердің болымды болымсыз түрлерін пайдалана отырып сөйлемдерді толықтыруымыз қажет. Exercise 3. Colette doesn't watch DVDs after dinner. Colette кешкі астан кейін теледидар көрмейді. I go to bed at about 11 o'clock every night. Мен күніге түнде кешкі сағат 11-де, шамамен сағат 11-де ұйықтаймын. We don't have lunch at school. Біз мектепте түстенбейміз. Billy does his homework before dinner. Billy кешкі асқа дейін үй жұмысын орындап қояды. My parents speak Polish fluently. Менің ата-анам поляк тілінде еркін сөйлейді. My brother doesn't work in an office. Менің ағам офисте жұмыс жасамайды. Jim and I start school at 9 o'clock. Jim және де мен сабағымыз, яғни сағат 9-да басталады. Dad doesn't cook dinner at the weekend. Әкеміз демалыс күндері кешкі ас әзірлемейді. Now exercise 5. Write questions for answers 1 to 6 with the words in brackets. Exercise 4. Write questions and answers about the sentences in exercise 3. Яғни енді осы үшінші жаттығудағы сөйлемдерді сұрау сөйлемге айналдырып, соған жауап беруіміз қажет. Does Colette watch DVDs after dinner? Colette кешкі астан кейін теледидар көре ме? No, she doesn't. Do you go to bed at about 11 o'clock every night? Сен күні кешкі сағат 11-де ұйықтайсың ба? Yes, I do. Do we have lunch at school? Біз мектепте түстенеміз бе? No, we don't. Does Billy do his homework before dinner? Billy кешкі асқа дейін үй жұмысын орындап қояды ма? Yes, he does. Yeah. The fifth. Do your parents speak Polish fluently? Сенің ата-анаң поляк тілінде еркін сөйлейді ме? Yes, they do.
Does your brother work in an office? Сенің ағаң офисте жұмыс жасайды ма? No, he doesn't. Do you and Jim start school at 9 o'clock? Сен және Джимнің сабағы сағат 9-да басталады ма? Yes, we do. Does dad cook dinner at the weekend? Әкеміз демалыс күндері кешкі ас пісіре ме? No, he doesn't. Жоқ. Деген сияқты сөйлемдер шықты. Now exercise 5. Write questions for the answers 1 to 6 with the words in the brackets. Яғни мынау астындағы сызылып болған сөздерге арнайы сұрау сөздер бар, бізде when, where, who, what деген сол сөздерді пайдаланып отырып, мына жақаның ішіндегі сұрау сөйлем жасауымыз керек. Special questions, яғни арнайы сұрау сөйлем. For example, when do you have Spanish classes? Яғни сенің ағылшын, испан тілі үйірмең қашан болады? I have Spanish classes on Monday afternoon деп жауап беруге болады. Now, the first. Where does Tanya live? Tanya қайда өмір сүреді? What time do Tom and Jim have lunch? Tom мен Jim қай уақытта түстенеді? When do you usually get up? Сен қай уақытта оянасың? Who do you sit next to in class? Сен сыныпта кімнің қасында отырасың? What do you read? Сен не оқисың? Who do you meet after school? Яғни мектептен кейін сен кіммен бірге кездесесің? Next exercise 6. Complete the many dialogues with the words in the box. Яғни төмендегі берілген қысқаша диалогтарды мынау түсіп қалған сөздермен толықтыруымыз қажет. Boy and girl. Boy. What do you like doing after school? Сен мектептен кейін немен айналысқанды ұнатасың? I really enjoy playing video games. Мен видео ойындар ойнағаннан демаламын. Do you like reading? Саған оқыған ұнайды ма? I don't mind reading comics, but I hate books. Маған комикстер оқыған ұнайды, бірақ кітап оқығанды жек көремін. Do you enjoy playing in the group? Яғни сен топта ойнағаннан демаласың ба? Yes, I do. I don't like singing. Бірақ мен жаңағы ән айтқанды ұнатпаймын. What about Julia? Ал Julia ше? Oh, she loves dancing. Ол билегенді жақсы көреді. Now exercise 7. Listen and complete the text. Тыңдалымды тыңдай отырып, түсіп қалған сөздермен мәтінді толықтырып шығуларыңыз керек. For example, there are 600 students in Mark's school and they are from about 20 different countries. There are classes in French, Spanish, and German at the school. Mark's parents come from France and they often go to Paris at the weekend. Mark and his sister study Spanish because they speak French fluently. Mark usually meets his friends after school and they often play football in the park. In the evening, he always watches football on TV. Now, осымен біз 30-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.